Сәлем қыздар, біз қазір пирог дайындайтын боламыз. Бір тестадан 2 пирог шығады. Бізде ол үшін 3 жұмыртқа, щедрая лето сары май 72-82%, және де сметана 20%, сода, уксуспен гасить етеміз, сахар, ванилин және де бізге ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Ыдыстарыңыз құрғақ болуы керек. Және де осының үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Сары май, мұндай сары май ұнамайса, килограммдық май қолдансаңыздар да болады. Осының үстіне сметанамызды, сахарымызды, ванилинді және де содамызды уксуспен гасить етеміз. Содаға уксус қосқан кезде қатты жидке, қатты қою болмауы керек. Енді осы массаларды жақсылап біркелкі масса болғанша біріктіріп миксерлеп аламыз. Неке біздің тестамыз бірікті. Барлығы біркелкі болу қажет. Енді осының үстіне 900 грамм ұн қосамыз. Осыны тағы да жақсылап миксерлейміз. Егер де миксерлеріңіздің күші жетпесе, не болмаса қолдарыңызбен илеп алсаңыздар болады. Қамыр бірақ қолға жабысқақ болып келеді. Мендегі миксерімдегі өзі қамырға арналған өзі насадка. Барлық миксерде болады бұл ручнойда. Неке қыздар, біздің қамырымыз дайын болды, миксерлеп болдық. Осыдан 2 пирог шығады. Енді тестамызды қолымызға жабысады, сол үшін ұн сеуіп жұмыс жасаймыз. Өте нежный теста. Ұнды көп сеуіп жібермеңіздер. Теста қатты болып қалады. Сондықтан көп сеппеңіздер. Осылай жақсылап өз ыңғайларыңызға келтіріп аласыздар. Неке осылай дөңгелектетіп, өздеріңізге ыңғайлы етіп жасап алып, осыны енді теңдей 2 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлікке бөлген тестамыздың бір бөлігін алып, және 2-ге бөлетін боламыз. Бұл тестамыздың бетін пленкамен жауып қойыңыздар. Беті қаясып қатып қалмау үшін. Неке тестамызды 2-ге бөліп жатырмыз. Бірі үлкен, бірі кішкентай қылып бөлеміз. Үлкен бөлігін пирогымыздың астына, кіші бөлігін пирогымыздың бетіне қылатын боламыз. Кішкене ұн сеуіп жеріп жаямыз. Астына ұн сеуіп жайсаңыздар, сонда жақсы жайылады. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Орташа етіп жаясыздар. Неке тестамызды жайып алдық. Енді осыны оқтауға орап, протеинімізге жайып саламыз. Протеинімізге салып аламыз. Протеин негізі пирогқа арналған өзі форма болады. 28 диаметрлігіне жасайсыздар. Менде пирогқа арналған форма жоқ, сондықтан торт пісіріп жүрген формама жасадым. Мендегі бұл дәл қазіргі жасап жатқан формамның диаметрі 24. Осыған тестамызды жақсылап жайғастырып аламыз.
жақсылап жайғастырып болғаннан соң артық қамырларын кесіп алып тастайсыздар. Егер мен секілді торттың формасына пісірсеңіздер, неке қыздар, орнатып болдық. Енді осыған творогымызды саламыз. Творогты әртүрлі қылып жағуға да болады. Келесі бетіндегі тестасын жаямыз. Неке қыздар, тестамызды жайып болдық. Менде осындай арнайы өзімде осындай форма бар, насадка бар. Сіздерде болмаса, өз қалауларыңыздағыдай жасасаңыздар болады. Мен бірінші пирогымды осы насадкамен жасадым. Енді осыны оқтауға орап, жаңағы тестамыздың бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Келесі бізде вареный пирогымызды жасаймыз. Жаңағы дәл творожный пирог секілді бұны да дәл солай жайып орнатып шығамыз. Және де бір банка. Менде бір банка сгущенный болғандықтан, сгущенный варенка болғандықтан бір банка ғана салдым. Негізінде 500 грамм болуы керек. Желательно қыздар вареный сгущенка емес, банкадағын қолданбаңыздар, қайнап кетеді екен. Мен өзім бірінші рет қолданып жатырмын. Негізі өзім шелектегін алатынмын. Не болмаса өздеріңіз үйде қайнатып жасап алсаңыздар да болады. Вареный емес, карамель сияқты сгущенка қолдана берсеңіздер, сол кезде бұндай болмайды, қайнап кетпейді. Неке варенкамызды орнатып болдық. Енді бетіне жаңғағымызды сеуіп, осылай жағып шығамыз. Егер ұнамаса, сеппесеңіздер де болады. Енді бетіндегі тестамызды жайып, формаға келтіріп, кесіп, вареный сгущенный тестамыздың бетіне орнатып шығамыз. Неке қыздар, тестамызды кесіп алдық. Енді вареный тестамыздың бетіне орналастырып шығатын боламыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Бетіне желток жағып, 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Неке пирогтарымыз дайын. Сіздерге сәттілік қыздар.